және 85 апта жаңалықтардың көрермендері. Сіздермен бірге мен Сияздова Алия. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Бұл күн әрбір қазақстандық үшін отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімнің, азаматтық борыш пен жалпы ұлттық келісімнің мерекесі. Халық бірлік мерекесі күні ел азаматтары ұлт пен ұлысты күн кезеңіндегі тарихы мен оның сабақтарын дәріптеп, әлемдік қауымдастық тарапынан жоғары бағалаған. Осы орайда мектебімізде 1, 3, 5 және 10 сыныптар бірліктің, татулық пен келісімнің 30 жылы тақырыбында танымдық сабақ өткізген болатын. Ал 2, 4, 6 және 9 сыныптар 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күніне орай этнос өкілдерінің қатысуымен мерекелік құттықтау челленджін әзірлесе, 6, 7, 8 сыныптар тақырыптық видеороликтерді дайырлады. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бір шаңырақ астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін. Мереке құтты болсын. Мектебіміздің 11 А сынып оқушысы Жанділдаева Лаура пәндік олимпиаданың аудандық, облыстық кезеңдерінен өтіп, республикалық кезеңде жүлделі 2 орынмен марапатталып, мектебіміздің мерейін асқақтата түсті. Осы орайда пән мұғалімі Серікбаева Жанар Үргенішбайқызын құттықтай отырып, бүгінгідей мерейлі сәтте сізге еңбекте толағай табыстарға, мақсатта биік шыңдарға жете беруіңізді тілейміз. Әрдайым отбасыңызға аман, жүзіңіз жарқын, мерейіңіз үстем болсын. Бойыңыздан мұқалмас жігер, қайтпас қажыр, еңбегіңізге таусылмас табыстар. Отбасыңызға ортаймас бақ, ырыс тілеймін. Мектебіміздің тәрбие жұмыстарының жылдық жоспарына сәйкес өз құқығыңды білу басты борышың атты апталық өткізілді. Апталықтың мақсаты оқушылардың құқықтары мен міндеттері туралы білімдерін толықтыру, адам құқықтарына оқыта отырып түсініктерін қалыптастыру болатын. Мектебіміздің ғылыми жұмыстарының жылдық жоспарына сәйкес ағылшын тіл пән бірлестігінің мектепшілік семинары өткізілді. Тақырыбы оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдерді ағылшын тіл сабақтарында тиімді пайдалану. Мақсаты білім берудің мазмұнын жаңарту аясында ағылшын тіл сабақтарында түрлі әдістер мен тәсілдерді тиімді қолдану мақсатында әдістемелік қолдау көрсету және өзара тәжірибе алмасу болады. Пән мұғалімдері тақырыпқа сай ашық сабақтар өткізді. Сержанова Айгүл апай 5 Б сыныбында Time and Activities тақырыбында, Бекарстанова Райса апай 3 А сынып оқында By the Sea тақырыбында, Мұзаппарова Әйгерім апай 6 В сыныбында Jobs тақырыбында ашық сабақ өтті. Сондай-ақ Жолдасбек қызы Шынар апай 5 В сыныбында Sport in Kazakhstan тақырыбында, Жұбатырова Гүлзат апай 2 В сыныбында What can animal do тақырыбында, ал Меркебаева Ақбаян апай 10 А сыныбында Writing a Film Review тақырыбында, Бакитова Гүлденген апай 11 А сыныбында A Formal Letter тақырыбында, Отарәлі Айшолпан апай 4 А сыныбында Fast Machines тақырыбында ашық сабақ өткізді. Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдерді ағылшын тілі тақырыбында тиімді пайдалану тақырыбындағы семинар өте жақсы деп бағаланды. Мектебімізде үздік жас маман 2021 байқауы өткізілді. Байқаудың негізгі мақсаты жас ұстаздардың біліктілігін, өз кәсібінің шебері екендігін сынау арқылы оларды іскерлікке, мәдениеттілікке, өз кәсібіне үлкен жауапкершілікпен қарауға және жан-жақтылыққа баулу. Байқауға қатысқан жас мамандар төмендегі кезеңдер бойынша бақ сынады. 1 кезең таныстыру, 2 кезең өнерлінің өрісі кең өз өнері, 3 кезең білікті маман ел талабы ықшам сабақ, 4 кезең мамандығы мақтанышым, 5 кезең ситуациялық сұрақтар. Нәтижесінде бас жүлдемен математика пәнінің мұғалімі Оңталап Нұргүл апай, 1 орынмен бастауыш пәнінің мұғалімі Тиштыбаева Эльмира апай, 2 орынмен ағылшын тіл пәнінің мұғалімі Жұбатырова Гүлзат пен бастауыш пәнінің мұғалімі Мұратбай Көркем апай, 3 орынмен бастауыш пәнінің мұғалімі Ұзақбаева Мария және де дефектолог Мұлдаханов Мұрат ағай марапатталды. Байқауға қатысушы ұстаздарымызға шығармашылық табыстар тілейміз. Мектебімізде адал ұрпақ ерікті мектеп клубының жоспарына сәйкес балалардың санасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында пара алу құрдымға бастар жол тақырыбында 5-7 сынып оқушылар аралығында сурет көрмесі ұйымдастырылды. Осы апта легіндегі жаңалықтар осымен тәмам. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.